Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең оңай әрі дәмді болып шығатын кеспенің жасалу жолын ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен етімізді дайындап аламыз. Орташа көлемде туралған бір пияз, сәбіз және картоп қажет болады. Пиязды сақтап 4 бұрышты көлемде тураймыз. Сәбіздің жартысын ғана пайдаланамын. Оны да 4 бұрыштап турап аламын. Картопымызды да сол пішінде турап аламыз. Қазанымызға 30 грамм сұйық майды құйып, қызған сәтте етімізді салып қуырамыз. Бес минуттай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды қосамыз. Оны да араластырып қуырып аламыз 2-3 минут көлемде. Содан кейін картопымыз бен сәбізімізді салып, араластырып 5 минуттай бұқтырамыз. Яғни баяу отта бұқтырып қоямыз. Содан кейін үстіне қайнаған су құямыз. 2 литр шамасында құйып жатырмын. Адам санына қарай көбейтсеңіздер болады. Баяу отта жаймен баппен қайнататын боламыз. Сорпамыз қайнағанша қамырын илейміз. 100 мг суға 1 шай қасық тұзды салып араластырып, ұнымызға жұмыртқаны қосып, қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, қамырыңыз әдеттегіден қаттылау болуы қажет. Сол кезде кесу барысында бір-біріне жабыспайтын болады. Міндетті түрде қамырдың иігенін дұрыс жайылуына әсер етеді. Сондықтан 5-10 минут тындырып болғаннан кейін бетін жауып, қамырымызды дем алдырып аламыз. 10 минуттан кейін қамырды қайта ашып, июін тағы да қандырамыз. Содан кейін кері жауып қоямыз бетін. Сол кезде қамырыңыз жайған кезде жабыспайды, әрі июі қанған қамыр жақсы жайылатын болады. Сорпамызды қарасаңыздар, баяу отта жаймен баппен қайнап жатыр. Қайнау ұзақтығы 1,5 сағат көлемінде қайнады менде. Оған дейін біз июі қанып тұрған қамырымызды қолымызға алып, ұн себелеп, осындай қолымызбен алдымен жұдырықпен жайып аламыз. Содан кейін барып оқтаумен жайып аламыз. Екі шетіне салмақ саламыз да, ортасына көп апармаймыз, себебі ортасы жұқа болып кетуі мүмкін. Шеті қалың болып, сондықтан тек қана қамырды жайғанда шетіне ғана салмақ салыңыздар. Осындай көлемде жайып алдық. Өте жұқа да емес, өте қатты қалың да емес, орташа көлемінде жайылуы керек. Міне көргендеріңіздей. Енді бұны 5-10 минут кептіріп алсаңыздар, өте жақсы кесілетін болады. Егер асығыс болсаңыздар, бетіне ұнды себелеп, орап, оқтауға кесе берсеңіздер болады. Арасына ұн аздап шашуды ұмытпаңыздар, себелеуді. Доскамызға алып, осындай көлемде кесіп аламыз. Әркім әртүрлі пішінде кеседі, маған осылай ыңғайлы, ұнайды. Сондықтан үнемі осылай жасаймын. Өте дәмді болып шығады. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Баппен қайнап жатырған сорпамыздың газымызды яғни шығарып, қатты қайнауын күтеміз. Сол кезден бастап кеспелерімізді салып бастаймыз. Себебі бұл кеспелер сорпаға түскен кезде жабысып қалмау керек. Араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Бұл кеспені мен наурыз көже дайындаған кезде де үнемі қолданамын. Төменге наурыз көженің дайындалу жолын тастап кетемін. Қарап шықсаңыздар болады. Өте дәмді әрі езілмей керемет болып шығады. Мінеки 5 минут қайнады, біздің кеспеміз дайын. Үстіне аскөктерімізді қосып берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен толық видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.